барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Олай болса, бүгінгі сабағымызды балалар ең алғаш үй тапсырмасын тексеруден бастаймыз. Алдыңғы білім бойынша бізде 67-68 жылғы реформа болған еді. Сол бойынша үй тапсырмасын тексеріп алайық. Бірінші сұрақ. Бірінші сұраққа жауап береді. Келе ғой, Нұрай. Бөкей хандығының аумағы 1872 жылы қай губернияға кірді? Қаны алып барасың. Бөкей хандығының аумағы қай губернияға кірді? Алып барасың. Жақсы. Нұрай, қазір сен кітап дәптеріңді алып жатыр, бірінші топқа барасың. Екінші, кел жазасын сұрайық. Облыстар Орал және Торғай. Солай ма балалар? Жансая, Нұрайдың қарабыз. Келесі топқа. Үшінші сұраққа кім жауап береді? Патша үкіметін 67-68 жылғы реформасын жүргізу себебі неде болды? Келе ғой, Абдурахим. Жоқ, мына реформалар жүргізу себебі неде болды, Абдурахим? Жарайды, енді сен мына айырмашылығы неде болды? Айырмашылығы бүкіл жүзді қамтыды. Жақсы. Бірінші мына сұраққа кім жауап береді? Келе ғой. Марған, келе ғой. Неде болды? Дұрыс. Ана жопа, радио. 67 жылғы 11 шілдеде 2-ші Александр патша қол қойды. Сырдария және Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережеге қол қойды. Ал енді ең соңғы сұрағымыз біздің келе ғой, Абдулла. Абдулла, келе ғой. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстары туралы қай жыл шықты? 91 жыл наурызда дұрыс. Кітап дәптеріңді алып, сендер бірінші топқа отырасыңдар, сендер екінші топқа отырыңдар. Келесі енді екінші топтың мына тез-тез жылдан болар. Екінші бірінші топтың жауабы дұрыс екенін тексереміз. Барлығы дұрыс жауап берді. Жарайтындар балалар, үй тапсырмасын жақсы қайталап келсіңдер. Енді екінші топтың балалар үй тапсырмасын қалай жақсы дайындалып келді ма, оны көрейік. Ал бірінші сұраққа кім жауап береді? Щербина бастаған экспедиция қашан далалық облыстарды зерттеуге шықты? Жылдан келе ғой. Қай жылы, Аслан? Щербина бастаған экспедиция дұрыс. 96 жылы бар. Келесі, Түркістан генерал-губернаторынан қай? Келе ғой. Қай облыстар кіріп еді Түркістанға? Дұрыс айтады. Сырдария және Жетісу. Келесі, Батыс Сібір генерал-губернаторларына кірген облыстар. Айзере, келе ғой. Батыс Сібір. Дұрыс, өте дұрыс айтады. Келесі, реформаның отаршылдық сипаты неден көрінді? Неден көрінді? Аяна. Неден көрінді? Дұрыс, меншік деп мемлекеттік, бүкіл қазақ жерін балалар мемлекеттік меншік деп жариялады. Бүкіл қазақ жерін 3-ақ генерал-губернаторлыққа бөліп еді ғой. Дұрыс айтады. Барлық жер бөлінді. Келе ғой, батыр. Барлық жер бөлінді. Дұрыс, қыстау және жайлауға. Келесі, Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы ереже қай жылы шықты? Кім қалды? Інжу? Алпыс 8-ші жыл екен, Інжу. Орал, Торғай, Ақмола облыстарын 68 жылы не істепті? Семей облыстарын басқару бұл қай генерал-губернаторлыққа кірді? Қай генерал-губернаторлыққа кірді екеуі? Орынбор және Батыс Сібір, Інжу. Жақсы, балалар, жарайсыздар, үй тапсырмасын жақсы дайындалып келсіңдер. Кейбір сұраққа жауап бере алмаған оқушылар үйде тағы да қайталаймыз. Өйткені бұл үлкен ауқымды тақырып. Бүкіл 67-68 жылдардағы реформа қазақ жерін уже Ресей өзінің меншігі деп жариялайды, балалар. Сол себептен де меншігі деп жариялайды. Енді осы
өзгерістер халықты сол өзгерістерді халық қалай қабылдауы мүмкін деп ойлайсыздар? Халық қандай әрекеттер жасауы мүмкін деп ойлайсыздар? Қандай әрекеттер жасауы мүмкін деп ойлайсыздар халық? Осы реформа шыққаннан кейін. Мына суретке қарап ойланамыз балалар. Оның алдында мына кім? Сырым, Исатай Махамбет, Кенесары, бұлар неге шығып еді? Көтеріліске, бұлар ұлт азаттық көтеріліске шыққан тұлғалар, Енді осы реформалардан кейін не болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Көтеріліс болуы мүмкін. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз балалар 1860-1870 жылдардағы азаттық күрес қазақтарының мақсаты отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық күрестердің себептері, барысын, негізгі ошақтарын анықтаймыз және нәтижесін талдайсыздар. Олай болса, сабағымызды бейнебаян көруге бастайық. 19 ғасырдағы отаршылдыққа қарсы көтерілістер туралы не білесің? Ол көтерілістер қайда болды? Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 1867-1868 жылдардағы реформалар отаршылдық езгіні күшейтті. Ол қазақ жерін патша үкіметінің мемлекеттік меншік етіп жариялауға көрінді. Жаңа бекіністер салу үшін қазақтардың жерлері тартып алынып, салық түрі көбейтілді. Бұл жағдайлар қазақ шаруаларының ашуын тудырып, азаттық күресті ұйымдастыруына түрткі болды. Ол көтерілістер қайда болды? 1868 жылдың желтоқсаны мен 1869 жылдың қазаны аралығында болған Орал мен Торғай облыстарындағы көтеріліс отаршылдыққа және феодалдыққа қарсы сипатта болды. 1869 жылы Мойыл өзенінен 20 километр жердегі Жамансай көлі маңында фон Штемпельдің тобына көтерілісшілер шабуылдады. 7 күн бойы қоршауда болған жазалаушылар шайқаспай, әскери бекініске қайтып кетті. Орал облысындағы азаттық күресті басуға әрі әскери күш жіберіліп, көтеріліс толық талқандалды. 1870 жылы Маңғыстау түбегінде шаруалар көтерілісі басталды. 1870 жылы наурыздың ортасында подполковник Рукиннің тобы ережелерге қарсылық білдірген адайлықтарды күшпен тоқтатуға тырысты. Бозаршы түбегінде Досан Тәжіұлы, Иса Тіленбайұлы бастаған 200-ге жуық көтерілісші жазалаушыларды қоршап алып талқандады. Тапсырманы орындай алмаған Рукин жазаланды. Бұл жеңіс көшпенділерді рухтандырып, қозғалыс бүкіл Маңғыстауға тарады. Балық аулау кәсіпшілігінде қайықтардан флотилия құрылып, көтерілісшілер тобы 10 мыңға жетті. Бірақ 1870 жылы мамырда Маңғыстауға Кавказдан Ақшеров полкі терек казактарының тобы жеткізіліп, көтеріліс талқандалды. Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Әскери министр Милютиннің бұларды келістіріп жазалау керек деген нұсқауымен көтерілісшілер 3 ай бойы аяусыз жазаланды. Ал отаршылдыққа қарсы көтерілістер туралы не білдік? Көтерілістер қай жерде болыпты? Қай жерде болыпты? Қай облыста? Жоқ, Адай облысы деп айтпай. Орал, Торғай облысы. Содан кейін 70 жылы қай жерде болыпты? Маңғыстауда болыпты көтерілістер, Ол көтерілістерді бастаған кімдер, батырлар кімдер екен? Иса, отырып айтамыз, Иса, Досан Тәжіұлы, Иса Тіленбайұлы батырларымыз бастаған екен. Көтерілістің нәтижесінде не болды, аяғым? Көтерілісшілер жеңіліске ұшырайды. Оны жазалаушы әскерлер қатты жазалайды, Дұрыс, жақсы балалар. Енді бұл көтеріліс не үшін, не себепті болған екен? Мұхамеджан айта қойшы, не себепті болған екен? Реформалардың өзгеруі және де алғы-салықтың көбеюіне. Дұрыс айтады, өте дұрыс айтады. Реформа енгізілді, жаңа ғана үй тапсырмасын айтыңдар, 67-60 жылғы реформаға байланысты оларда салық көбейтілді, бүкіл қазақ жерді көтеріліске шықты. Жақсы. Олай болса, қазір бірінші тапсырмамыз мәтінмен жұмыс.
Мәтінді ашамыз кітаптан. Мәтінмен жұмыс. Бірінші, Орал-Торғай облысының оқисында бірінші топ, екінші топ Маңғыстау көтерілісінің оқисында. Орал-Торғай көтерілісінің оқисында. Орал-Торғай облысының балық қаңқасына үш себебін, үш басты оқиғасын дескриптор тақтада тұрмалы. Екінші топ Маңғыстау көтерілісін үш себебін. Бала дескриптор көтерілісін үш себебін анықтайсыздар. Көтеріліс барысында басты оқиғаны жазасыздар балық қаңқаларына. Содан кейін соңына көтерілістің нәтижесі не себептен жеңілді және ол көтерілістің тарихи маңызы не, соны балықтың ең соңғы мына жерге қаңқаны жазамыз, иә? Ал орындаймыз тапсырманы. Топпен орындаймыз. Бір жағында себебін, бір жағында басты жазамыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Себебі басты оқиғалар өте жасап жатыр. Мына жерге айтып жазып берді. Маңғыстау көтерілісі. Төбесіне Маңғыстау көтерілісі жолынан Айбатыр барлығымыз топпен жұмыс жасаймыз, топқа. Vaqt bitti mi? O'tiraver aslan. Bu bola vaqt аяқталды. Bo'ldimi? Erkinlik to'g'ri bo'ldi. Azodlik to'g'ri. Бұл балалар уақыт аяқталды. Қаламсапты бәрін қоямыз. Қане, бірінші топ шығамыз. Еркіндік топ шыға береді. Дайын топ шыға береді. Мына тақтаны не орнына не топ шығып. Ал айтамыз. Мұқа айтамын. Тыңдаймыз Маңғыстау көтерілісі 1870 жылғы болған Маңғыстау көтерілісі. Себептері салық көбеюі және де жаңа реформалар, рупийның салық талап етуі. Бұл көтерілістің шығу себептері екен, иә? Ал қандай басты оқиғалар болды? Оманкөл жағалауында шайқасты және балықшы Александр форты және Николаев Аяқтарды өртеп, порттарды басып алды, иә, көтерілісшілер. Көтерілісшілердің ең соңында қаншаға жетті? Жүк айтыңызшы, қанша? Көтерілісшілердің саны соңында 70-ші жылдың соңына қарай 10 мың адамға жетті, иә? Аслан, көтеріліс жеңіске жетті ме, жеңілді ме? Көтеріліс жеңілді. Не себепті? Өйткені отрядтары мықты, жазалаушылардың отрядтары мықты болған. Ал қазақтардың қару-жарағы аз. Дұрыс айтасыз. Айбат қайда болып қорытынды?
жолаушылар отрядтары мықты болу себептерінің көтерілісшілерді талқандады, иә? Айбаты дұрыс талқандады. Осы көтерілістің енді балалар тарихи маңызы қандай екен? бұл көтеріліске жеңілсе де осы болашақ ұрпаққа және тәуелсіздікке өз ықпалын тигізді. Дұрыс, өте жақсы, дұрыс айтасыңдар. Орал көтерілісі 1860-69 жылдар аралығында болды. Көтерілістің басты оқиғалары көтеріліс қолға шектер олар белсенділерге қатысты. Табын шекті олар. Олар Себебі не екен? Не себептен шықты? Марғұлан айта бер. 1868 жылы уақытша ереже енгізді. Дұрыс, бір себебі келесі, екінші себебін айта ғой Абдулла. Уақытша ереже, бірінші дұрыс, халықты тым көбейтті. Үшінші себебі Абдулла, Абдурахим. Қазақ жерін сұлтандары арқылы басқарды. Иә, кім айтады? 500-ге жуық адам айуандықпен жіберіліп, айдауға жіберіліп, өлім жазасына кесілді және де бұл көтеріліс жеңіліс тапқанымен тәуелсіздікті қорғауға деген өз септігін тигізді. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңдар, балалар, сендерде де әрбір көшеде шыққанды бағалаймын. Олай болса, сәл істейік балалар, тағы да осы бүгінгі сабағымызды ары қарай түсіну үшін екінші тапсырманы орындап жіберейік. Ал балалар, кім келеді? Мына жерде ол табын екі көтеріліске қатысушыны табуымыз керек. Сал, қайсысына? Келе ғой, Аслан. Жылдан келеміз. Кім бір сұраққа жауап береді, бір балл өзіне қосып отырады. Екеуіне ортақ. Дұрыс. Келесі. Рукин. Қайсыға? Оған келе ғой. Рукин. Дұрыс. Маңғыстау көтерілісінде. Ол кім Рукин деген? Рукин ол жазалаушылар. Ол өзі жеңілгендіктен көтерілісшілерде не істейді? Өзі 1870 жылы. Келе ғой, Марғұлан. 1870 қайсыған тән екен? 70 жыл. Маңғыстау көтерілісі ғой. Артынан шатаспаймыз. Келесі жер мәселесі. Абдулла, келе ғой, қайсына? Торғай көтерілісі ма, Маңғыстау ма, екеуіне де ортақ па? Жер мәселесі. Дұрыс, екеуіне ортақ, дұрыс айтасың. Келесі сөзіміз біздің Қобда және Елек. Нұрай келе ғой. Қобда және Елек. Дұрыс, Орал Торғай. Көтерілісіне жатады екен балалар. Адай. Келе ғой. Маңғыстау көтерілісінде балалар, адайлар салықты көтеріп жібергеннен адайлар көтеріліске шығады, иә? Ал Орал Торғайда қай болады жаңа айтыңдар? Табын шекті болар, иә? 60 жылдың қарашасы. Кім шыққан жоқ? Келе ғой, Абдурахим. Жылдан шығамыз балалар. Қарашасы. Дұрыс, Орал Торғай көтерілісі 60 жыл басталды. Маңғыстау көтерілісі 70-де басталды. Шатаспаймыз балалар. Келесі сұрақ, 500-ге жуық. Кім шыққан жоқ? Інжу. 500-ге жуық. Қайсына? 500-ге жуық адам жазаланды. Өлім жазасына кесті. Немесе айдауға кетті деп оқыды, да? Ол қай көтеріліске байланысты? Баса болмас. Інжу, Орал Торғай көтерілісі. Жақсы, келесі. 3000-дай түтін. Не істеді балалар? 3000-дай түтін. Айбаты шыққан жоқ. Жансай шыққан жоқсың ба? 3000-дай түтін. Я, олар не істеді? 3000-дай түтін қайға көшіп кетті? Хиуа хандығына көшіп кетті, я, соғыстың нәтижесінде. Жазалаушылардан қорқып 3000-дай түтін балалар Хиуа хандығына көшіп кетті. Келесі, ауыртпалықтар. Ауыртпалықтар. Шықпаған балалар шығамыз. Айбат, тексер бұл ауыртпалықтар қайсына ұшты? Тек екеуіне де ортақ болады. Барлығым шықты, балалар кім қалды? Аяна қалды ма? Табын шекті, Аяна қайсына ұшты? Барлығым бір-бір балдан аласыздар, балалар. Табын шекті. Жаңадан айтты, табын шекті Орал Торғай. Маңғыстауда қай ру дедік? Адай дедік, я, адайлар дедік. Александр Порты қайсына байланысты? Бәрі шықты ба? Маңғыстау көтерілісі.
Маңғыстау көтерілісінде Александр Коров не істеген көтерілісте? Ақбалы, халқына уақытша ереже. Айзере? Уақытша ереже екі көтеріліске де болды. Дұрыс. Осы уақытша ереженің жаңағы шыққаннан кейін барып екі жерде де көтеріліс болған, екі облыста. 200 адам жазалаушы арды келе отыр. Хамитжан? Сардас, Орал торғай көтерілісі. Отаршыл жүйе екеуісіне де ортақ, екеуісіне де ортақ, дұрыс. Жақсы, олай болса, білімімізді ары қарай не істедік? Жақсы, дұрыс айтасыз. Зерттеу сұрағы бар бізге әр тақырыпта білесіздер. 19 ғасырдың 60-70 жылдарындағы ұлт азаттық көтерілістердегі халық талаптарының сабақтастығы неден көрінді деген зерттеу сұрағы. Енді осыған тұжырымды дәйектеу үшін Маңғыстау көтерілісінде халық талаптары Орал торғай көтерілісіндегі талаптармен сабақтас болды ма? Орал торғайда бірінші болды, содан кейін Маңғыстауда болды ғой. Соның қандай сабақтастығын маған дәлелмен келтіресіздер. 3 дәлелмен бүгінгі дәптерлерді ашып, бүгінгі күнді жазып, бұл дәптермен жұмыс. Соның 3 дәлелін жазған оқушыға 3 балл беріледі. 2 дәлелін жазсаңдар 2 балл аласыңдар, 1 дәлелін жазсаңдар 1 балл аласыңдар. Жарайды ма? Ал қазір бүгінгі күн 9-ы тақтада тұрған ғой, жазылып бар тақта. 9-ы 2-ші ай 26-шы жыл. Бірінші дәлел не екені екеуі де реформаларға қарсы басталды. Өйткені бірінші Орал торғайда 1868 жылы болған реформалар. Сол үшін де олар бірінші басталды. Үздік деген қазір 3 жауап. Кім бірінші бітіреді? Кім бірінші бітірді? Абдурахман сіз. Уақытша ереже қабылданды, реформа шықты, Екі дәлел жазыпсың. Отырады. Келесі нұрай. Себеп екі көтерілістің сабақтастығы болды. Екі көтерілісте де уақытша ереже реформасы болды. Сол себептен сабақтас болды. Екінші себеп екі көтерілістің ауыртпашылық жағдайлары бірдей болды. Көтерілістің басталу себебі патшалық үкіметі салықты көбейтті. Яғни екі көтерілісте де алым-салық көбейтілді. Яғни Орал торғай облысы мен Маңғыстау көтерілісі сабақтас болды ма? Болды, иә, дұрыс. Сен де жаздың, көріп отырмын. Марғұлан да жазды. 3 дәлел. 2 дәлел ма сенде? Жансая жазды. Әлде қанша дәлел жаздың? 3 дәлел жаздыңдар. Қандай? Сенікі де тура сондай ма? Жақсы. Балалар, олай болса, бұл жаңағы 3 дәлел жазғандар айттым ғой, 3 балл, 2 дәлел жазғандарға 2 балл. Енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе, осы Орал торғай, Маңғыстау көтерілістері бір-бірімен сабақтасып, оның алдында болған ұлт азаттық көтерілістер бағана айтып кеттім ғой, солардың барлығы сабақтасып болып, бұл отаршылдыққа деген қарсы күрес болды, отаршылдыққа қарсы күрес болды. Енді сендер қазір тез-тез бір 4-5 сөйлемден тұратын әңгіме құрастырып жіберіңдер. Сендер керісінше Маңғыстауда болсыңдар. Орал торғай. Сендер топ бағана Орал торғайда аламыз. Енді керісінше стоп кадр әдісі бойынша 4-5 сөйлем әңгіме, тарихи әңгіме құрастырасыздар. Кім тарихи әңгіме әр жеке тапсырма ортада тұрады жеке тапсырма. Суретке қарап кім әңгіме құрастырады, сол шығады. Ауызшаны. Екі жерге шығып 4-5 сөйлемден тұратын әңгіме құрастырасыздар. Тарихи әңгіме құрастырасыздар. Стоп кадр әдісі арқылы. Қазақ әскері землерпен қазақтарды да қамдайды. Солай Иса мен Досан көтерілісі, Маңғыстау көтерілісі. Бұл батырларға кейін қай жерде ескерткіш қойылған? Ақтау облысында, Ақтау қаласында ескерткіш.
Досан жылы Иса Кенбайұлы батырларға арналып ескерткіш қойылған екен. Дұрыс. Өте жақсы. Тағы кім айтатындар бар ма? Нұрай, айтасыңдар? Абдурахим айтқың келіпсіз ма? Болды ма? Ешкім айтпай ма? Келесі. Мына топта кім айтады? Мұхаммеджан айтамыз да. Мұхаммеджан. Жазалаушы отрядтың Орал мен Маңғыстаудағы Орал мен Торғайдағы жерге келген жерлері белгіленген. Ал екінші жерде Орал мен Торғайдағы көтеріліс бейнеленген. Әңгіме құрастырамыз. Бейнеленген емес. Содан кейін ауыл, содан сол реформа нәтижесінде Орал Торғайда көтеріліс болды. 1968 жылы Орал мен Торғайға уақытша ережені қою үшін, енгізу үшін жазалау отряд келеді. Және де осы уақытша ереже арқылы көтеріліс басталады. Ол көтеріліс Орал мен Торғай аумағын қамтыған. Және де бізде сол көтерілістің нәтижесінде 500 адамды өлім жазасына кеседі және де Жамансайдағы соңғы шешуші сайқас 200-дей адамды зеңбірекпен атқанын көрсетеді. Яғни жазалай берсені негізі жер аударып жіберді. Түсіндім, сұрағым бар деген бойынша кәм өзіміз кері байланыс маған беріңдер. Бастаймыз. Бірінші топ, бірінші шығында азаттық тобы. Кері байланыс беріп беріңдер маған. Бірінші бір топ. Түсіндім, түсінбедім деген маған. Түсінікті бар. Өте қуаныштымын балалар сабақ түсінгендеріне. Барлық балаларға көп рахмет. Сендерге бүгінгі сабақ бойынша міне өздеріңде көріп отырсыңдар, бүгінгі тақырыбымыз азаттық күрес. Сендердің топтарының атынан да азаттық, еркіндікте қазір осылар, осы біздің ата-бабамыз, осы батырларымыз аңсап кеткен тәуелсіздікке қол жеткізіп, қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатырмыз. Егемендігіміз мәңгілік болсын, еліміз әрдайым азаттықта, еркіндікте өмір сүрсін деп, сендердің бүгінгі топтың атын азаттық, еркіндік деп алған себебіміз сол себептен. Енді бүгінгі сабағымызды мына бір өлең шумақтары арқылы аяқтайық. Бәріміз бірге хормен 1, 2, 3. Тәуелсіздік елдігімнің тірегі, еркіндікте асқақтайды жүрегі. Азаттықтың ақтарына атқан бүгін, ұмытпаймыз күрескен әрбір ұлды. Олай болса, әрбір күрескен ұлды, жаңа айтып кеттіңдер, батырлар, Иса, Досан, Сырым, Кенесары, Исатай, Махамбет, Жанқожа, Есеп, ешқандай батырларды, тарихты ұмытпауымыз керек балалар. Біз тарихты ұмытсақ, өзіміздің ұлтымызды ұмытқанымыз, болашағымызға болашағымыз болжай білу үшін біз балалар тарихымызды ұмытпауымыз керек. Сол себептен тарихты жақсылап оқимыз. Бүгінгі баға соңғы жаңағы 2 балдан алған Мұхаммеджан мен Әділетке 10 балдан, Айзере, Нұрай, Аяна 9 бал, Абдурахим 8, Жансая 8, Аслан 8, қалғандарымызға 7 балдан беремін. Марулан жақсы болды 8, қалғандарымызға 7 балдан беремін. Бүгінгі енді балалар күнделікті ашып, үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үй тапсырмасына 35-36 параграф жақсылап оқып, көтеріліс болған аумақтарды балалар кескін картаға түсіріп келесіздер. Жаңа Орал, Торғай облыстарындағы түрлі Александр, Нижний порттар дедіңдер ғой, сол порттарды, Маңғыстауды кескін картаға түсіріп келесіздер. Үй тапсырмасын күнделікке жазып аламыз. Күнделікке жазамыз, күнделікке жазбасында ұмытып кетесіздер балалар.